Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыз жиын. Жиын элементтері, жиындарды кескіндеу. Оқу мақсаты жиын, оның элементтері, бұл жиын ұғымдарымен беру. Жиындармен жұмыс істеуге, ішкі жиын, бірігуі, қиылысуы, бос жиын, тиісті емес символдарды қолдана білу. Жиын және оның элементтері белгілі бір ортақ қасиеттерге ие болып, белгілі бір заңдылық пен біріккен нәрселер жиын құрайды. Мысалға, сыныптағы оқушылар жиыны болып келеді. Отбасындағы мүшелер мысалға, олар да отбасылық жиын болып табылады. Жиынды құрайтын заттар немесе объектілер, нысандар жиын элементтері деп аталады. Жиынды латынның бас әріптерімен белгіленеді. Яғни оны жиынды бас әріптерімен белгіленеді, және де оны белгілейтін фигуралық жақша ішіне жазылады. Мысалы, дәптер сөзіне құралған әріптерді тізбектеп жазайық. Д, Ә, Қ, Т, Е, Р. Бұлар әріптер, элементтер болып келеді. Яғни, мысалға, дәптер сөзіндегі элементтер А жиыны деп белгілейді. Фигуралық жақшаны қоямыз, сондағы берілген дәптер сөзіндегі элементтерді, әріптерді элемент деп белгілейміз. Мысалға, екінші мысал, 2, 4, 6, 8, 10 сандары қандай сандар қатарына енеді? Яғни, бұл жұп сандар жиыны деп аталады. Жиынды жаңа атап өттік, мені фигуралық жақшамен белгілейміз. А жиынында 2, 4, 6, 8, 10. Яғни бұл А жиыны жұп сандар жиыны деп аталады. Мысалға, 5 саны бұл А жиынына ене ме, балалар? Жоқ. Неге? Өйткені ол 5 саны қандай сан? Тақ сандар жиыны болып келеді. Ол келесі жиынға белгілеуге болады. Мысалға, ешқандай да элемент болмаса, ол бос жиын болып табылады. Мысалға, есеп, бүгінгі берілген бір есеп шығарылмаса, мүлде орындалмаса, ол жоқ деп саналады. Ендеше бұл жоқ деген белгіні біз бос жиын деп, нөл ортасында сызығы бар, сызық сайтын үстінен бұл бос жиын деген белгіні беріледі. Келесі, натурал сандар жиынын N әрпінен белгілейміз. Бас әрпінен. 12 саны қандай сан? Натурал сандарға жатады. Сондықтан бұны натурал сандар жиынына тиісті деп айтамыз. Ал белгіленуі 12 мынандай белгі, оборотный, бірақ теріс қарап тұрған, яғни тиісті деген сөзді белгіледі натурал сандар жиынына. 0 саны натурал сандар жиынына тиісті емес. Оның белгіленуі тиісті деген белгіміздің үстінен сызықпен сызамыз. Бұл тиісті емес белгіні береді. Сонда оқылу 0 тиісті емес натурал сандар жиынына. Ал енді осы жиындарды біз кескіндейік. Жиындарды кескіндеуде жиындар және олардың ара қатынастарын Эйлер мен дөңгелектері арқылы кескіндейді. Эйлер мен дөңгелегі дегеніміз жиындардың байланыстары мен ара қатынасы. Леонард Эйлер, швейцариялық математик, және Джон Вен, ағылшын математигі, екі осы кісілер зерттеп, талдап, осы Эйлер-Вен диаграммасын анықтаған екен. Сондықтан содан бері, яғни осы екі ғалымның атымен Эйлер-Вен диаграммасы деп аталады. Дөңгелегі деп аталуы мүмкін. Мынау бізде мінекей алып отырмыз дөңгелек. Осы дөңгелекті бір толық Б жиыны деп аламыз. Осы Б жиынына ішінде қараңызшы, осы дөңгелектердің ішінде сандар, әріптер орналасқан. Осы дөңгелектің сыртына тіс жатқан нүктелер де бар. Ол нүктелер бізде сандар мен әріптермен белгіленді. Осы Б жиынына қараңыздар, қандай жиындар Б жиынында орналасқан? Қарайық, 7, 3, 4, 5, 8 және F. Ендеше бұл Б жиыны болып келеді екен. Ал енді белгіленуінде 7 саны Б жиынына тиісті болады екен.
Ал М әрпін қараңыздаршы, М әрпі Б жиына тиісті бола ма? Жоқ, Б жиына тиісті болмайды. Неге? Өйткені ол Б жиыннан, яғни дөңгелектің сыртында орналасқан, яғни бұған тиісті емес деп белгіленеді. Мысалға тағы айта өтетін болсақ, 2 саны, 9 саны, К әрпі, яғни Б жиына тиісті емес орналасқан екен. Ары қарай, енді осы тақырыбымызды қорытындылай отырып, мынау мысалды ауызша орындайық. Нөмір оқулықты ашамыз. Оқулықтың ішінде 1016 есепке назар аударайық. Бұл есептің тапсырмасы, яғни берілген символдармен белгіленген жиындарды оқиық. Бірінші тапсырмасында 72 саны тиісті натурал сандар жиынына. Екінші 3,7 тиісті n натурал сандар жиыны. Үшінші 5-3 тиісті емес n санына, натурал сандар жиыны. Төртінші 9 тиісті натурал сандар жиынына. Келесі нөмір 1017 есеп. Жиындардың атауын атаңдар дейді. Яғни мен сіздерге қазір бірінші жиынды оқиық, содан атауын атайық. Бірінші, оқушыларды оқытатын қызметкерлер жиыны. Яғни кімдер жиыны болады? Мұғалімдер, ұстаздар жиыны деп аталады. Екінші, өлеңге ән жазатын мамандар жиыны, композиторлар деп атауға болады. Үшінші, адам емдейтін қызметкерлер жиыны, дәрігерлер жиыны болып келеді. Төртінші, мектепте оқитын балалар жиыны, ол әрине оқушылар жиыны екен. Енді балалар, біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан үйге тапсырма 1020 есеп, яғни осы жаңағы мынау Эйлер Вен диаграмм дөңгелегін қолданып, мынау берілген сурет, сіздерде дайын оқулықта сурет тұр, сол оқулықта қолдана отырып, суретті қолдана отырып, сіздер мынау берілген екі сұрақтарға жауап бересіздер. Яғни дәптерде жазбаша орындаймыз. Келесі тапсырма 1022 тапсырма. Есеп. Бұнда берілген жиын элементтерінен жазамыз. Өздеріңіз кез келген әріппен белгілейтіндер жиындарды. Сол сұрақтарға байланысты әр жиынға, яғни сұрағына байланысты, мысалға 6-ға тең дұрыс, бөлімі 6-ға тең дұрыс бөлшектерді жазыңдар дейді. Яғни дұрыс бөлшектерді бөлімі 6 болады. Қандай дұрыс бөлшек? Мысалға 6-дан 5 деген сияқты сол бөлшектерді бір жиын қылып жазамыз. Келесі сонда сіздер 1022 есепте 3 жиын жазып келеміз. Бүгінгі сабағымыздың кері байланысы, егер де толық сабақ түсінікті болса, плюс белгісін әлі де жұмыс жасау керек деп ойласаңыздар, онда плюс минус белгісін қойып, мүлде түсінбесек, минус белгісін қоямыз да, WhatsApp желісі арқылы, тобымыз арқылы маған хабарлама жібересіздер. Сау болыңыздар.